бастаймыз. Бүгін сабағымызда біздің тақырыбымыз біздің еліміздің нышандары. Ал енді сабағымызды бастамастан бұрын көңіл-күйімізді көтеріп алайық. Қане, күн жарығын ала қанат саламын, жүрегіме насыр ұстай аламын, ізгі әрі нәзік жарық мейірімді болып кетер сонда елеу жан-жағым. Тамаша. Бүгінгі апта дәйек сөзі тәртіпсіз ел болмас. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Қазақстанның ресми емес нышандардың маңызын түсіндіру. Алтын адам, бәйтерек монументі, мәңгілік ел қақпасы. Ресми емес нышандарға тоқталамыз. Енді балалар, алдарыңызда бүгінгі сабаққа бағалауымыз смарт сағаттар. Сол орында отырып, өзіміздің балдарымызды қойып отырамыз. Енді сабағымыздың өткен сабаққа кішкене назар аударайық. Бинго ойыны арқылы өткен сабақта біраз қайталап өтейік. Бинго ойынында 1, 2, 3, 4, 5, 6 билет тұр. Бұл билетті соңында өтілген тақырып бойынша сұрақтар бар. Кім осы сұрақтарға жауабын біледі, сол бинго билетіне ие болады. Ашайын ба билетті? Біріншіден бастап аша берейін. Бірінші билетте жергілікті жердің планын қалай жасаймыз дейді. Бұл өтілген тақырып. Ал кім біледі балалар? Нақты осының жауабын бинго деп айтады. Жергілікті жердің планын қалай жасаймыз? Тағы. Шанақ айтшы. Не арқылы жасаймыз? Жергілікті жердің планын. Кім жауабын айтады? Кім біледі? Есіне түсіндір. Есіне білесің ба? Планды қалай жасаймыз? Не арқылы? Ойды есіне түсіндір. Не арқылы? Су. Ал кім нақты айтады екен? Су билетке ие болады. Нақты жауап болмаса билетінен де қалады. Жергілікті жердің планын қалай жасаймыз? Не арқылы? Ал не жасаймыз? Үстіге қарағаннан жетіліп жасалған сызбасын ба? Не ол? Не деп аталды? План? Тағы не бар бұнда? Масштаб бар. Масштаб деген не? Кім біледі? Масштаб деген не? Ал жер бетінде өлшеген қашықтығын бірнеше есе кішірейтіліп түсірілген. Нені? көрсетілген бөлшек. Бөлшекті не дейміз? Сан. Бөлшекті санны не дейміз дейміз? Масштаб дейміз. Алаға. Сурет, сұлба, масштаб еді? Дұрыстап жауап береміз балалар. Келесі спорт не үшін қажет деген тақырып өтіппіз. Кім біледі? Спорт. Нақты жауабын білетін бала бинго деп айтады. Спорт не үшін қажет? Ал, айтады, тема болған. Спорт, денсаулықты үшін кез келген оқушының балалар спортпен айналысуға болады. Ол жүзу, көркем шынығымен сырғанау. Дұрыс, алады дейді. Келесі үшінші билетіміз жылдан балалар. Дайын отырыңдар, қандай сұрақ болады екен? Отан деген не? Отан деген не?
Зерттеудің не? Ғалым не? Ғылым. Зерттейтін ғылым. Дауыстарын шығарып сөздерін анық айтыңдаршы. Келесі Кираңыз тағы деген патриот деген кім? Патриот деген кім бар? Ойбай, ал айтамын. Патриот деген ұлттың сүйетін Ұлтын сүйетін, иә? ұлттың сүйетін Сен бастайсың да аяқ жағын екінші қоясың. Ұлтын сүйетін, ары қарай. Қосатын балалар бар ма? Патриот. Ұлтын сүйетін, ұлтына қызмет. Құрметтейтін тұлға. Құрметтейтін тұлға, елін құрметтейтін, елін жерін құрметтейтін тұлға. Келесіден соңғы дұрыстап жауап берді. Отбасы деген кім? Отбасы деген кім? Әлші. Ол әлші деп қойғай. Әмін қалайда. Отбасы туысқан жақын адамдардың бірге өмір сүретін ортасы. Дұрыс, туысқан адамдардың бірге өмір сүретін ортасы. Тамаша. Міне, осы өтілген тақырып бойынша жауап берген балалар өздеріне бір балдарында қойып қойыңдар. Бұл бізде өтілген тақырып бойынша пысықтау болды. Ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі жаңа сабағымызда мен бастаймын, ал сендер жалғастырыңдар деген ойым. Біздің еліміз бұл Айназар? Біздің еліміз бұл Қазақстан. Тамаша. Біздің еліміз бұл Қазақстан. Біздің елімізде өмір сүретін адамдар кім деп аталады? Алмирас. Біздің елімізде өмір сүретін адамдар қазақтар. Бекжан. Біздің елімізде өмір сүретін Қазақстан Адамдар және қазақстандықтар. Мен шатастырып көрсем, дұрыстапшы. Біздің елімізде өмір сүретін адамдар қазақстандықтар деп аталады. Орындарын ауыстырып жүрмін. Біздің отанымыздың астанасы, енді бәріміз білетін шығармыз оны. Біздің отанымыздың астанасы Астана. Біздің елбасымыздың есімі көбіміз білетін шығармыз. Президентіміз кім? Қазақстанның мемлекеттік рәміздері дұрыс, ту, елтаңбақ, тамаша түгелдері осы ойын сұраққа жауап бергендері үшін бір балл қойып қойыңдар. Келесі балалар, біздің бүгінгі менің елімнің нышандары деген тақырыпта біздің ең бірінші рәміздеріміз бар. Ол бағанағы айтылып отырған не? Ол не? Ту, елтаңбақ, дим. Енді қазір осы нышандарға байланысты мен сендермен топтастырылған жұмыс жасайын деп тұрмын. Әрбір топқа бір рәмізден беремін. Сол рәміздер бойынша 5 минут дайындалып, нақты қандай рәміздер бар, ол рәміздерде не бейнеленген, және ол рәміздердің авторы кім екенін топтастырылған жұмыс арқылы айтулады. Мүмкін оны бұл рәміздерді біз балалар бірінші сыныптан бастап біледі екенбіз. Мен бірінші сыныпта кеше өтіп жатыр біздің еліміздің рәміздерін. Сондықтан бұны жаттағанбызда топпен жұмыс жасаймыз қазір. Әр топқа мен мынадай көмекші құрал беремін, жиналар алыңдар. Сендер бірінші топ болып саналасыңдар, иә? Сендер ту туралы айтыңдар. Міне мына жерде барлығы жазылыпты, түрі, түсі, авторы. Бірақ іштерінен бір-екі бала айтуға болады, жақсы білетін. Екінші топ жинала алыңдар. Екінші топ сендерге Қазақстан Республикасының елтаңбасы туралы бересіз. Міне, түрі, түсі, авторы түгелі жазылып тұр.
дайындаласында кім айтады екен, нендей деген, және ол нені білдіреді. Үшінші топ сендерге Қазақстан Республикасының әнұранын дейміз. Сендерге дейміз, авторы бойы жазылып тұрса, осы жайды айтатын боласыңдар. Және үйде де мен сендерге қарастырып келдім деген. Осы жайды түгел дин туралы, елтаңба туралы, әнұран туралы. Қосымша қарастырып келіңіздер деген кім қалай байқалып келген. 5 минут var. Seni bildim mi? Haftan ne var, ne bilmeyengen. Birinchi top Қазақстан Республикасы мемлекеттік туы, екінші топ Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасы, үшінші топ Қазақстан Республикасы мемлекеттік туы туралы мәлімет дайын болған топ белгі бересіңдер. Дайын болған топ белгі бересіңдер. Birinchi top dayın. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туына дайынсыңдар, иә? Енді отырарына отырып. Айтатындар бар ма? Тамаша. Айтатын адамдарды сайладыңдар ма? Сендер, иә? Тамаша. Al бастаймыз. Бірінші топты тыңдаймыз. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы туралы айтамыз. Айтамын. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы ортасында шығуы күн астында қыран құсы бейнеленген. Тағы не бар? Сырт жақтарында оюлары. Тағы? Болды ма? Айта беретін. Есіне түсір. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы ортасында шығуы күн, оның астында қыран құсы бейнеленген. Шетінде қазақтың өзіне өзі бар. Күн бар. Және сыртын қоршап тұрған күн.
Ашық аспан. Ашық аспан. Ашық аспан түстес. Иә? Түспен айқындалған екен. Ары айтатын бар ма? Топтарында ал айта ғой. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының авторы Қазақстанның еңбек өнер сіңірген қайраткері Шәкен Ниязбеков. Шәкен Ниязбеков дейді. Авторы. Осы Қазақстан Республикасы мемлекеттік туының авторы Шәкен Ниязбеков дейді. Балалар түсінікті ме? Тамаша. Екінші топ дайын отырыңдар. Қазақстан Республикасының мемлекеттік. Міне Шәкен Ниязбеков авторы. Көрініп тұр ғой? Келесі, екінші топ дайынсыңдар ма? Сендерге Қазақстан Республикасының мемлекеттік ең таңбасы. Қане, кім айтады екен? Республикасының мемлекеттік елтаңбасы көндегі нысан және бүгіндерді жиынтық аясында шаңырақ түрінде бейнеленген. Тағы қосымша бар ма? Ал айтады. Жоғары бөлігінде бес бұрышты көлемді жұлдыз бар, ал төменгі бөлігінде Қазақстан деген жазу бар. Жұлдыздың шаңырақтың аңыздардағы бейнесі, қанатты бейнесі, сондай-ақ Қазақстан деген жазу алтын түстес. Қазақстан деген алтын түстес жазу бар екен. Сендерде жаңа балалар авторы да болды, иә? Ал айтады. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасының авторлары белгілі сәулетшілер кім екен? Шандалбек, Мәлімбеков, Шотарман, Уәлиханов. Дұрыс, тамаша. Өте жақсы. Міне, авторлары кім деді? Шандалбек, Шандалбек, Мәлімбеков және Шотарман, Уәлиханов. Дұрыс, Шотарман, Уәлиханов екен. Дұрыс, тамаша. Үшінші топ, Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні. Гимн туралы. Гимн туралы кім айтады? Кім айтады? Қазақстан Республикасының гимні бұрын менің Қазақстанның әні ретінде танымал болған. Қазақстан гимні президентіміз болған Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасы 2006 жылы 6 қаңтарда еліміздің парламентінде бекітілген. Бірінші рет ол 2006 жылы 11 қаңтарда мемлекеттік басшысының салтанатты ұлықтау рәсімінде орындалды. Қай жылы? 2006 жылы 2006 жылы ең алғаш орындалған екен. Тағы бар ма? Бағана айттым ғой, қарастырыңдар, авторлары кім екенін қарастырған жоқсыңдар ма? Аяқтыңыз? Айтады. Оның авторы Шамсы Қалдаяқов, сөйле жазғандар Жәмекен Нұрбекенов. Мінекей суреттері. Және біздің президентіміз болған кім? Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев екен. Тамаша. Өте жақсы. Енді бұл біздің Қазақстан Республикасының рәміздері болды. Енді түгеліміз балалар оқулығымызды ашайықшы. Бүгінгі біздің менің елімнің нышандары. 51-ші бетте. Қане аша қойыңдар. Мемлекеттік рәміздерден басқа әрбір елдің ұлттың ресми емес нышандары бар. Ресми емес. Олар оның тарихымен, мәдениетімен, табиғатымен байланысты. Осындай нышандар Қазақстан елінде де бар. Бұны да біз бұрыннан білеміз. Ол суреті тұр. Бәйтерек, мәңгілік ел,
алтын адам. Міне мына жақ менің бірінші бетте сәл қысқа осы жайлы мәлімет бар екен. Кәне іштей оқып жібермеші өздерің. Бәйтерек ел, мәңгілік ел. Балалар әйелдің елтаңбасы туы гимнен бөліп, осы елдің тарихын, мәдениетін, табиғатын көрсететін ресми емес нышандар бар. Ресми емес нышандар біздің елімізде де бар деп жаңа айттық. Соның бірі мәңгілік ел, бәйтерек, алтын адам. Осы туралы мәліметті оқып шықтыңдар ма? Енді сұрақ. Сеніңше қақпаның текшелеріндегі фигуралар нені білдіреді? Бұл мәңгілік ел жайлы. Тағы мәңгілік ел жайлы. Қақпадағы текшелер нені білдіреді дейді. Бұны біз 2-ші сыныптарда өткенбіз дүниетану сабағында. Қосымша тағы осы мәлімет жайлы білетін балалар бар ма? Мәңгілік ел туралы. Ал айтыңызшы Асылжан. Астана қаласында елдің ғашықты белгілерінің бірі мәңгілік ел қақпасы. Оның қабырғасындағы текшелер 4 мүсін бейнеленген. Ол ақсақал данышпақтың белгісі. Әйел адам отбасының ұйытқысы. Орталықтың батыр және отанымыздың жауынгері бейнеленген. Дұрыс, тамаша. Келесі аңыздың басын оқыдыңдар. Самұрық пен айдаһар ненің символы? Самұрық пен екінші нышан. Самұрық пен айдаһар ненің символы? Жоқ, ойланыңдар. Тез. Ал. Бәйтерек туралы кім мәлімет біледі екен? Мүмкін барып көрген балалар бар шығар. Аяла сен туып бардың Астанаға. Көрдің ба бәйтеректі? Ал осы бәйтерек туралы айтып жүрші. Нышандардың бір астына қаласындағы бәйтерек. Өздерінің оң жағаларында бой көтерген зәулім бәйтеректің биіктігі 47 метр. Астана орталығындағы көкке бой созып тұрған қазақ Айта беріңіздер. Не бар онда? Дауыстарды шығарыңдаршы. Тамаша. Келесі самұрық пен айдаһар ненің символдары? Жаңағы айтылды. Келесі есік қорғанынан табылған сақ ханзадасы жайлы не білеміз? Алтын адам бұл. Алтын адам туралы кім не біледі екен? Ал деймін, жаңа айтады. Алматыдан 50 километр жердегі есік қорғанынан 17-18 жас шамасындағы сақ ханзадасы табылды. Оның аяқ киімі, бас киімі 4000-ға жуық. Оның Ол қанатты барыстың үстінде бейне бейнеленген. Сол себептен оны алтын адам деп атайды. Тамаша. Тағы бар ма? Сатын алтын адам туралы? Ал. Алтын адам Алматыдағы тәуелсіздік монументінің бірі болып табылады.
Тағы. Қанаттарын барыстың үстіндегі бейнеленген. Алтын адам Қазақстанның нышандарының бірі болып табылады. Бұл Қазақстанның тәуелсіздігінің нышаны. Тамаша. Міне, бәйтерек. Одан кейінгі орналасып тұрған алтын адам. Келесі жаңағы мәңгілік ел қақпасы. Түсінікті ғой, иә балалар? Келесі, енді балалар сендермен міне өтіп жатырмыз ғой. Ресми нышандар, ресми емес нышандар бойынша қазір бір ойын ойнағым келіп тұр. Түгеліміз назар аударайық. Жауаптарын табамыз. Бірінші сұрақтан бастайықшы. Бірінші сұрақ. Ұлттық рәміздердің бірі, санап шығыңдар. Неше әріптен тұрады? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Егер дұрыс, мен жазып тұрам сендер айтқанда, егер дұрыс болса, қанат шашырады. Дұрыс болмаса, дұрыс емес деген жауап шығады. Ұлттық рәміздердің бірі. Бекжан. Әнұран ба? Қане көрейін. Ой. Бірінші Әнұран дейді. Дұрыс. Келесі рәміз. Рәмізді бәріміз білетін шығармыз. 3, 6, 7 әріптен тұрады. Екінші иә бұл? Көрейік кәне. Дұрыс. Келесі, үшіншіге кеттік па? Үшінші. Ұлттық рәміз екі әріптен тұратын. Көрейік. Тамаша, дұрыс. Келесі, әрбір бала өзіне бір бал қойып отырады. Келесі төртіншіге кеттік е балалар? Төртінші сұрағымыз еліміздің нышаны. Жатыр ойланамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 әріптен тұрады. Қаласың жын? Не? Бәйтерек. Бәйтерек? Бас көрік. Бәйтерек. Тамаша. Енді 5-ші сұрағымызға кеттік. 5-ші сұрақ. А әріпінен басталады екен. Ұлттық нышан. Ұлттық нышан. Әленұр. Алтын адам. Адам басталады. Дұрыс. Аз көрейік. Дұрыс па екен көрейік. Тамаша. Келесі 6-шы сұраққа кеттік. Заманауи ел нышаны. Шарапат. Мәңгілік ел ма? Келесі 7-ші сұрақ. Елтаңба жүрегі. Алтын. Елтаңба жүрегі. 7 әріптен тұрады. Елтаңба жүрегі. Елтаңба жүрегі. Еркеназ. Шаңырақ. Ол көтеруге шаңырақ. Келесі 8-ші сұрағымыз. Елтаңбадағы символы өте ұзақ атау екен. Ойланамыз. Аяла?
Қанатты тұлпар. Келесі 9-шы сұрағымыз. Тудағы құс атауы. Бәріміз білеміз, бәрі. Қыран. Келесі 10-шы сұрағымыз. Өсіп өну белгісі. Өсіп өну белгісі Адалия. Күн. Дұрыс. Келесі ең соңғы 11-ші сұрақ. Бәйтерекке жұмыртқалаған құс. Самұрық. Дұрыс айтасыңдар. Ой деймін. Дұрыс. Самұрық. Тамаша. Міне өтіліп жатқан тақырыптар бойынша осындай ойын тапсырмасы берілді. 11 сұрақтан 11 жауап алдық. Дұрыс жауап алдық. Тамаша. Келесі ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Сонымен әрбір елдің ұлттық ресми емес нышандары болады. Олар оның тарихымен, мәдениетімен, табиғатымен байланысты. Осындай нышандар қазақ елінде де бар. Суреттегі нышандардың сипаттамасы. Астана нышаны Бәйтерек. Заманауи Қазақстанның нышаны және Қазақстан халқының абыройының асқақтауы мәңгілік ел қақпасы. Қазақстан тәуелсіздігінің нышаны алтын адам. Мәңгілік ел қақпасы туралы. Астана қаласындағы елдіктің айшықты белгілерінің бірі мәңгілік ел қақпасы. Оның қабырғасындағы тек әрбір елдің ұлттық ресми емес нышандары болады. Олар оның тарихымен, мәдениетімен, табиғатымен байланысты. Осындай нышандар қазақ елінде де бар. Суреттегі нышандардың сипаттамасы. Астана нышаны Бәйтерек. Заманауи Қазақстанның нышаны және Қазақстан халқының абыройының асқақтауы мәңгілік ел қақпасы. Қазақстан тәуелсіздігінің нышаны алтын адам. Мәңгілік ел қақпасы туралы. Астана қаласындағы елдіктің айшықты белгілерінің бірі мәңгілік ел қақпасы. Оның қабырғасындағы текшеде 4 мүсін бейнеленген. Бұлар әйел ана, орта ғасырлық батыр, данагөй ақсақал және отанымыздың жауынгері. Аңыздар мен тұлғалар. Самұрық құс пен айдаһар. Ежелгі аңыз оқиғасының желісі бойынша Алам өзенінің жағасында өмір бәйтерегі өсіп тұр. Бұл бәйтеректің басына бақыт құсы самұрық ұялап, күннің нышаны болған алтын жұмыртқа салған. Алайда ағаштың түбінде зұлым айдаһар жасырынған. Ол жұмыртқаны жұтқысы келеді. Алтын адам. Алтын адам Алматыдағы тәуелсіздік монументінің ұшар басындағы қанатты барыстың үстінде бейнеленген. Алтын адам Қазақстанның ұлттық нышандарының бірі болып табылады. Табиғат нышандары. Ресми емес нышандарға жануарлар, өсімдіктер, заттар жатады. Жусан, мысалы, жусан өсімдігі туралы да халық аңыздары бар. Ұзақ сапарға шыққан жолаушы жусанның бір сабағын тұмардай сақтап жүрген. Дала жусанның иісі жолаушыға туған жерін есіне салатын болған. Қыран, көкке самғаған қыран еркіндіктің нышаны. Мемлекеттік туда дала қыранның бейнеленуі осыны меңзейді. Ойын уақыты, мен бастаймын, сендер жалғастырыңдар. Қазақстанның ресми емес нышандарын атар. Жануарлар. Мысалы, барыс, жылқы, түйе. Өсімдіктер. Мысалы, қызғалдақ, жусан. Музыкалық аспаптар. Мысалы, домбыра, қобыз. Балалар, ресми емес нышандар толықтай түсінікті болғанша, иә? Тамаша, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Келесі, жаңағы ресми емес нышандар өзінің ұстаналарын түсініңдер. Жануарлар, қандай жануарлар жатты? Қандай жануарлар жатты? Барыс, өсімдіктерден. Қызғалдақ, жусан, музыкалық аспап. Домбыра, қобыз,
бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе жүктен жұмыс жасаймыз. Міне қазір мен сіздерге мынадай тапсырма беремін карточка ретінде. Бірінші менің елімнің нышандары, сұрақтардың жауабын адасқан әріптерден табасыңдар. Одан кейін көк, сары, бағана дайнақ қойдық, жасыл, қызыл, қоңыр түспен берілген тапсырмаларды сәйкестендіріп, сол түске бояйсыңдар. Бірінші сұрақтардың жауабын қаламсаппен дөңгелектеңдер. Так, сен. Сен жүрген. Сен үшеуіне қосыңыз. Бірінші сұрақ, ұлттық рәміздердің бірі, тағындар. Бірінші ұлттық рәміздердің бірі. Бірінші тапсырма. Қайда дөңгелектіңдер? Дөңгелектейсіңдер. Дөңгелектің. Мында түсті дөңгелектің, қаламсаптың дөңгелектіңдер. Ұлттық рәміздердің бірі тапсыңдар ма? Елтаңбадағы символ. Елтаңбадағы символ. Тудағы құстың атауы. Екінші жасың ба? Қош. Алматыдағы тәуелсіздік монументі. Онда екінші жасың ба? Енді сәйкестіресіңдер екінші тапсырма. Ресми нышандарға не жатады? Біріншісі мысалы. Ресми нышандарға не жатады? Ту, елтаңба, әнұран. Сызба апа, оны көк түспен бояндар. Көк, сары, жасыл, қызыл, қоңыр. Осы 5 түсті. Белгілеп алыңдар. Сен бір жағын бояса, сен бір жағын бояйды. Тездетіңдер. Сен де сары жапа. Бағындайын ма? Чәк. Дұрыс бояп түсіндірейін. Бір оқушы ар жақтағы атауларды бояса, келесі сызбадағыны екінші оқушы сол түспен бояй беріңдер, сонда жылдам боласыңдар балалар. Сендерді де бірақ біреулерді. Тоқ. Көк. Бармасы деп қоян. Майын тезі. Есінен уақыт керек. Сақ қайсы көктен береміздің? Елманды қауып қойысыңдар, оны сен сарын. Айналдырмай бояш, неме айналдырмай болсын, шырылы оны. Мынаны сен сарын беремін. Оның жауабын бояйын. Екі жақтап жұмыс жасаңдар. Ол дұрыс сенкі ыңғайлы ана жаққа шығуы деймін. Ол үшін сол болады. Екі тапсырма, екі балдан беріледі.
Endi mine sarındığı onu siz balonda sarındı böyle. Ne? Sarındı. Mine turgunu. Mine bu. İyi. Buyurun. Sorun. Ne balık? Oldu mu? Ha maşallah. Bayçelik. Ömür Bayçelik samuru. Altın adam. Tavsiyelik monumenti ya sızba. Resmi nişanlar dürüst. Resmi emas nişanlar jasıl. Var. Tamaşa. Екі балдар boyunda. Iya itu. Oturalım. Oldu. Bu yer ne? Yeni kayıp. Bu yeri blok arasında oturalım. Bu tartışma kapanları iki ballarını koyuyor. Ayak sağlık kaldı. Tamaşa. Jaslı. Sonraki bağlar bugün biz benim yerimizin nişanları özümüzde bilgenimizi ayttık, okumuş emetleri aldık. Bugün biz sabah düşünüklü oldu mu? Endi hazır aldandı. Kızlarla okuşumuz, kızlarla okuşumuz. Bugünkü sabahta köy baylarımız yerlesindir. Odan burun yerimizin belgesi tavsiyelerimizin nişanı oltu olup tabuladı ya. Bu peygamber değil. Endişe bağlar her daim Kazakistan yerinin azamatı, men azamatçası bolğanlıktan her kaçan olsa ramizlerimizdi kadirlewimiz gerek, hurmetlewimiz gerek. Jane hiç kaçanda unutmawımız gerek. Осы біздің Қазақстан елінде осы көк туымыз әрқашанда биікте желбірей берсін. Ендеше сабағымыздың соңында барлығымыз орнымыздан тұрып, қолымызға жалаушамызды алып, көк тудың желбірегені әнін айтып сабағымызды аяқтаймыз.
сабақты түсіндім. Аха, маған бәрі түсінікті. Аха. Орындар ауысып кетті, жарайды. Так, егер сабақта кішкене түсінбеушіліктер болса, мен сабақты түсінбедім. Егер бүгінгі сабақта сұрақтарым болса, онда менің сұрағым бар. Бәйтерегіне жаңағы бейнелерді жапсырмалай қойыңдар. Аттарыңды жазыңдар ғой, иә? Ал кәлімдері қойыңдар. Жасып болғандар ары-қарай бүгін жасамайды. Астыңғы жағына бәйтерек үстіне шығып бара жатсыңдар ғой. Үйге тапсырма өз кіші отанның ресми емес нышандарын ойлап тап дейді. Аймақтың табиғатын, тарихын ескере түсіріп келесіңдер. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабаққа қатысқандарына көп рахмет айтамын. Сабағымыз аяқталды.